Мынандай бір дүние бар екен. Мен егер өзімнің әкемді немесе атамды іштей қабылдай алмасам, бір қылықтар ұнамайды маған деген сияқты ше. Тіпті кейде ана пендешілікпен мен ондай болғым демейді деген сияқты бір болады ғой кісілерде. Арақ ішкен деген сияқты, немесе басқа бір демес деген, анасымен ажырасып кеткен деген сияқты ше. Алла сақтасын, неше түрлі бар. Бірақ сөйтсе дейді, адам өзін өзі қабылдамай жатыр дейді. Ол қабылдамаймын деп айтса да оның бойында әкесінің қаны ағып жатыр дейді. Ал қабылдамаймын мен бұлай деген кезде сол өзін өзі itергендей, өзінен өзі безінгендей күйде болатын адам баласы. Және ол ондай адам дейді, еш уақытта толық бақытқа жете алмайды дейді. Мына мұсылмандықта бар, иманның шыңы дейді, тағдырға разы болу дейді. Төрт дүние бар, соның біреусі тағдырға разы болу иманның шыңы дейді да. Тағдырға разы болу деген сөз, сен әкең қандай, шешең қандай, арғы ата бабаларың кім болған, бәріне разысың. Айтасың, Алла тағала сен данасың, сенің құдіретің шексіз, сен бәрін білушісің. Сен маған не керек екенін білесің, сен бәрін есеппен, даналықпен, дәлдікпен жаратқансың. Сондықтан да мен бәрін қабылдаймын. Біздің тұқымымызда қандай адам болған, солардың бәрін қабылдаймын. Мен олардың бәрін жақсы көремін, құрметтеймін. Бірақ мен сол тұқымның бір жалғасы ретінде, сол менің тұқымымнан келе жатқан бір қателіктер болса, мен соны түзеуге дайынмын. Мен өзімнің тұқымымның тегімді жақсартуға дайынмын. Деп сөйтіп үлес қосамыз екен ғой тектілікке. Сонда мынандай сөз бар екен, керемет сөз. Үзілмей келе жатқан кейбір қателіктер, кейбір жамандықтар дейді да, маған келгенде үзілсін деп тілеу керек екен. Алла тағаладан сөйтіп сұрау керек екен. Ана шынжыр сияқты жалғанып кетір ғой. Кейбір жаңа айтпақшыдай гендік ақпаратпен жалғанып кеткен ақпараттар бар да, біз өзіміз түсінбей қалатын. Соны сөйтіп дұға қылуымыз керек. Алла тағала осы біздің тұқымдар, біздің тектегі кейбір қателіктер, менің ата бабам жіберген кейбір қателіктер үшін мен кешірім сұраймын сенен. Және сол ата бабамның қателіктерін түзеуге мен дайынмын. Және сол қателіктер менің бойымда да көрініс тапқан болса, осы менімен тоқтасыншы Алла тағала. Менен ары қарай бармасыншы, менен кейінгі ұрпақтарым бізден де жақсы болсын. Тектілік арта берсін. Башқалар адамшылық арта берсін. Және сен адам баласының қалай құрметтеп жараттың, менің орынбасарым деп. Сол құрметке лайық тек болсын біздің тек. Соған мен бір үлес қосушы болайын деп дұға қылу керек. Сол қандай болса да қабылдау керек ғой. Балаңды да солай қабылдау керек. Өйткені Алла тағала башқалар жаңылмайды екен. Әйеліңді ұнатпай жүрсің ба, күйеуіңді ұнатпай жүрсің ба? Алла тағала сонда жаңылып қалып қосып жіберді деп ойлайсың ба екеуіңді? Мүмкін емес. Апама жездем сай дейді ғой, оның терең философиялық мағынасы болды, Алла қосқан. Құданы Құдай қосады дейді ғой, қазақ. Құдай қосқан ол. Ал Құдай жаңылмайды. Егер жарасамай жүрсең, екеуіңнің ақымақтығың. Екеуіңнің Алла тағаланың қадіріне жете алмағаның, Алла тағаланың берген нығметінің қадіріне жете алмағаның. Екеуіңнің жеке бастарынан нәпсі дейміз ғой, нәпсіден аса алмай қалып, соқтығысып жатқан әрекеттерің ғана ол. Екі қошқардың басы бір неге сыймайды дейді қазанға, сол қошқар деген нәпсі ғой. Ал егер сен бойыңдағы жауапкершілікті түсінсең, ата бабаңнан келе жатқан жауапкершілік, артындағы өсіп бара жатқан ұрпағың алдындағы жауапкершілікті түсінсең, түзелу оңай да. Өйткені шынына келгенде адамнан адамның жорғасы жоқ негізінде. Осы бәріміз осындай адамбыз. Жанымыз бар, тәніміз бар, негізінде бірдей ақшы негізінде. Қадіріне жетсең, құны артады. Қадіріне жетпесең, оның құнын түсіресің, және жаңағы айтпақшыдай шүкір етпеген дүниеден айырыласың деген сияқты, қадіріне жетпеген дүниеден адам айырылып қалады екен ғой. Денсаулықтың қадіріне жетпесең, денсаулық кетеді. Ағайынның қадіріне жетпесең, ағайынның ынтымағы кетіп қалады. Жұбайыңның қадіріне жетпесең, жұбайыңнан айырыласың. Балаңның қадіріне жетпесең, балаңнан айырылып тынасың. Барлық нәрсе сол сияқты. Керек болса мына ақша бар ғой, ақша. Кейде ақшадан қысыламыз ғой, мен өзім анализ жасаймын да, сонда мына ақшаның қадірлемесең бұдан да айырылады дейсің ғой. Қадірлеу деген қандай? Мынандай бір жек көрген сияқты емес, бір қолдың кіре деген сияқты бір жек көріс қарым-қатынас болмау керек. Бұл да Алланың жаратқан бір керемет құралы. Осы құралмен көптеген нығметтерге қол жеткізуге болады. Мен Алланың жаратқан бұл құралын қадірлеймін. Ең бастысы менің жүрегіме түспесе болды, қалтамда болсын. Мен керек болса ақшаны осы өзінің тұрғысында Алланың бір жаратылысы ретінде ақшаны да жақсы көремін деген қарым-қатынас болу керек. Мен оның құн емеспін, бірақ оны құрал ретінде жақсы көремін. Алланың бүкіл жаратқан жаратылысы сияқты жақсы көремін. Деген сияқты болу керек да. Айтып сол сияқты өздеріңіз ойлай беріңіздер, ненің қадіріне жетпейміз, сол кері кетеді екен. Ал ненің қадіріне жетеміз, сол нәрсенің рахатын көре бастаймыз екен ғой. Сондықтан осы береке бірлігіміз арта берсін. Бала шағамыз қиямет қайымға дейін келеді. Бала шағаларымыз бізді қуантатын, біздің мерейімізді тасытатын балалардан болып, ұрпақтардан болып аман есен ер жете берсін. Жанымыздағы жұбайларымыз да аман болсын. Осы жұбайларымыз гүл-гүл жайнап жүрсін. Және ең басты осы төрде отырған жаңа айттым ғой. Біздің ойлап қарасаң бір ғана 77 атамыздан бері жалғанып келе жатқан тегіміздің міне тамыры болып отырған осы кісінің арқасы шынымен ақшы. Береке дегенші. Сол кісіні біз қаншалық жақсы көре аламыз дейді. Қаншалық қабылдаймыз. Сол берекеміз артады. Сондықтан ағам да аман болсын.
түбіміздің сәні болып отыра берсін. Бәрі осындағылардың барлықтарыңызды жақсы көремін. Алла тағала бәрімізге жар болсын.